Түркістан қаласының тұрғындары мен қонақтары, қасиетті Түркістан қаласына қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Түркістан рухани және мәдени орталық қана емес, сондай-ақ қазіргі уақытта Түркістанды спорт орталығына айналдыруға барлық іс-шаралар, барлық жұмыстар жүргізілуде. Бүгін біз қаламыздың және еліміздің өміріндегі маңызды және айтулы оқиғаның бірі Түркістан марафонында осылай сіздермен кездесіп тұрмыз. Түркістан төріндегі марафон халықаралық деңгейде дамып, шетелден де қатысушылар саны көбейеді деген ойдамын алдағы уақытта. Бүгінгі мынау халықаралық деңгейде ұйымдастырылып жатырған марафон. Спорт жалпы өздеріңіз білесіздер, қажырлы еңбекті, жігерлікті талап етеді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы өзінің Қазақстан халқына жолдауына бұқаралық спортты дамытуымыз қажет. Және осы спорттың шыңына чемпиондар жетсе, негізінде саналы, сапалы, мықты ұрпақты тәрбиелейміз деген. Спорт денсаулық кепілі, дені сау ұрпақ болашақ кепілі.